Сәлем, балақай. Қалың қалай? Демалыс күнің қалай өтуде? Қазір күн жылынды. Достарыңмен сыртқа шығып ойнайтын шығарсың. Әрине, сыртқа шығып, далада жүгіріп ойнау сенің денсаулығың үшін өте маңызды. Достарыңмен жүгіріп ойнауды ұмытпа. Күні бойы теледидар қарап, телефонда отыру, ол біздің денсаулығымызға зиян. Ал жақсы, бүгін мен саған тағы да бір жаңа ертек айтып беремін. Ертегім қызыл шар мен аспандағы көңілсіз бұлт жайында. Бір күні аспанда көңілсіз сұр бұлт пайда болыпты. Оның түсі сұрғылт, өзі ауыр, үнемі қалың ойға шомып, мұңайып тұрады екен. Ал аспанда ұшып жүрген құстар да, көбелектер де одан бойын алшақ ұстауға тырысады екен. Бұлт күрсініп, менімен ешкім дос болғысы келмейді деп мұңайып тұрады. Ал сол кезде аспанға қарай қызыл шар ұшып келе жатты. Ол жай ғана шар емес, өте көңілді, күлкісі жұқпалы, айналаға шаттық сыйлайтын ерекше шар болыпты. Ол бұлттың қасына ұшып келіп, «Сәлем, бұлт, сен неге мұңайып тұрсың?» дейді көңілді даусымен. Ал бұлт болса, менімен ешкім дос болғысы келмейді. Мен сол себепті көңілсізбін, деп жауап беріпті. Онда мен саған дос боламын, дейді шар. Мен сенің көңіл күйіңді көтеремін. Қалайша, дейді бұлт. Сен ашық түстісің, ал мен сұр түстімін. Екеуміз мүлдем ұқсамаймыз. Сол кезде шар оған былай деп жауап береді. Дос болу үшін бір-бірімізге ұқсау шарт емес. Бастысы бір-бірімізге көмектесу, дейді екен. Содан шар бұлтқа ән айтып беріп, қалжыңдарды айтып, оның көңілін көтереді. Ал сұр бұлт болса, жаймен жеңілдеп, сұрғылт түстен ақшыл түске айналып, әдемі ақшыл бұлтқа айнала бастайды. Тіпті күннің сәулесі ол бұлттың арасынан жарқырап жерге түседі. Уау, мен өзімді керемет, бақытты сезініп тұрмын, дейді бұлт. Содан бастап, қызыл шар мен бұлт екеуі дос екен. Олар аспанда үнемі бірге жүреді. Егер бір жерде жаңбыр жауа қалса, артынан міндетті түрде кемпір қосақ шығып, балаларды қуантады екен. Себебі сұрғылт бұлт енді көңілсіз емес. Өйткені оның досы бар. Бұл ертегі балалар бізге достықты, мейірімділікті және әр түрлілікті қабылдау деген құндылықтарды үйретеді екен. Сен де досыңды қалай бар, солай қабылдауды үйрен. Жарай ма? Ал жақсы, мен енді ертегімді аяқтап, сенімен қоштасамын. Сау бол.